Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін біздер араб тілінен ереже өтетін боламыз. Бүгінгі ереженің аты кәлима. Кәлима араб тілінен аударғанда сөз деген мағынаны білдіреді. Сөздің екі тегі бар, ер тегі және әйел тегі. Яғни мужской род және женский род. Сөз үш түрге бөлінеді. Жекешелік және де екілік және көпше түрі. Біріншісі жекеше. Араб тілінде муфрод деген мағынаны білдіреді. Жекеше ертегі. Мысалға, қаламун, дафтарун, мухаммадун, джамалун, қомхун, муаллимун. Әйел тегінде хақибатун, муаллиматун, фатиматун, хадиқатун, мактабатун, саджадатун. Осы секілді сөздер. Екілік. Араб тілінде мусанна деген мағынаны білдіреді. Араб тілінің ерекшелігі басқа тілде жоқ. Басқа тілдерде жекеше және көпше түрі болса, ал араб тілінде жекеше және екілік және көпше түрі бар. Екілік ертегі. Қоламани, дафтарони, джамалани, қомхани. Бізде сөздің асылы қаламун болатын, соған біздер әлиф және нун әріпін жалғадық. Содан кейін біздерде қоламани екі қалам болып шықты. Бізде сөздің асылы дафтарун, біз оған әлиф және нун жалғаймыз, сонда біздерде дафтарони. Сол секілді джамалани және қомхани. Сөзге әлиф және нун әрпін жалғаймыз. Екілік және әйел тегі. Мысалға, хақибатани. Сөздің асылы біздерде хақибатун, біз тамарбутаны ашамызда әлиф және нун жалғаймыз. Хақибатани. Саатун сөзі әлиф және нун жалғаймыз. Саатани. Муаллиматани. Сөздің асылы муаллиматун. Екі мұғалім болатын болса, бізде муаллиматани болады. Захратун, захратани. Бізде мусаннада, яғни екілікте білуіміз керек, әлиф және нун жалғаймыз сөздің соңына. Ертегі болсын және әйел тегі болсын. Айырмашылық жоқ. Көпше түрі. Көпше түрі біздерде жамаға деп аталады. Оның үш түрі бар. Біріншісі бізде сынған көпше, жама таксир дейді араб тілінде. Және де екіншісі сау көпше ертегі, жама музаккер сәлим дейді. Және сау көпше әйел тегі, жама муаннас сәлим. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, сынған көпше, мысалға, бізде сөздің асылы қоламун болатын. Біз оны үш немесе одан көп есе болатын болса, ақламун деп атаймыз. Және де дафтарун, бір ғана дафтер, оны көп қылып айтатын болсақ, дафатирун деп атаймыз. Және бір түйе болса, жамалун дейміз. Үштен көп түйе болатын болса, джималун дейміз. Не үшін сынған десеңіздер, сөздің түбірі сау емес, қосымша әріптер қосылған. Мысалға, ақламун сөзінде әлиф және ләм әрпінде тағы бір әлиф қосылған. Сонда біздерде ақламун. Асылы біздерде қоф, ләм, мим. Ал бұл жерде әлиф, қоф, ләм, тағы да әлиф, сосын мим. Ақламун. Екіншісінде дафатир. Бізде асыл сөз дәл, ф, т, ра. Ал бұл жерде бізде дәл, ф, әлиф және т, ра. Бұл жерде біздерде қосымша әлиф болып тұр. Сосын жамалун сөзі біздерде джим, мим, ләм. Қосымша әріп бұл жерде әлиф болғандықтан джималун. Бұл жерде қосымша әріптерді өзіңіз емес, муаджамнан қарап аударасыздар. Екіншісі, сау көпше ертегі. Мысалға, муаллимун бір ғана ер мұғалім. Оны көп қылып айтатын болсақ, муаллимунун. Яғни бұл жерде біздер уау және нун әрпін жалғаймыз. Мысалға, муслимун, жалғыз мұсылман. Ал егер оны біз көпше қылып айтатын болсақ, муслимунун деп атаймыз. Уау және нун әрпін жалғаймыз. Және мухандисун, жалғыз инженер, оны көп қылып айтқымыз келсе, және ертегі болса, мухандисунун деп атаймыз. Біз білуіміз керек, жама музаккер сәлимде сөзге уау және нун әрпін жалғаймыз. Ал әйел тегіне келетін болсақ, жама муаннас сәлим, бұл жерде біздерде әлиф және т әрпі жалғанады. Яғни бізде муаллиматун сөзі, оған әлиф және т жалғағанда муаллиматун. Яғни тамарбутаны ашамыз және оған әлиф және т жалғаймыз. Сол кезде біздерде көпше әйел ұстаздар болады. Муслиматун. Оның соңындағы тамарбутаны ашамызда әлиф және т жалғаймыз. Ол кезде біздерде муслиматун болады. Және де муъминатун, жалғыз иман келтірген әйел, муъминатун, көпше иман келтірген әйелдер. Бұл жерде бізге білу керек жама муаннас сәлимде сөзге әлиф және т жалғаймыз. Сол кезде біздерде көпше түрі шығады. Және де бұл да өз алдына тек әйел тегіне. Мысалға, муаллиматун, муаллиматун. Енді бізге толықтай түсіну үшін кәлима араб тілінде сөз деген мағынаны білдіреді. Бізде екі тегі бар, музаккар және муаннас, ертегі, әйел тегі. Және ол үшке бөлінеді. Муфрод, мусанна, жама. Муфрод жекеше, мусанна екілік, жама көпше.
Муфратта ешқандай өзгермейді, ертегі әйелтегі өз қалпында қалады. Мусаннада ертегі әйелтегі бірдей алиф және нун әрпін жалғаймыз. Жама көпшесінде жама таксир сөздің асылы сау емес, оны сіздер муаджамнан тауып ала аласыздар. Және де жама музаккер сәлим сөздің асылы аман және алиф және нун жалғанады ертегі. Ал әйелтегі жама муаннас сәлим сөздің асылы аман және алиф тә жалғайсыздар. Бар білу керек осы. Түсінген боларсыз деп ойлаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дәл осы суреттегідей дәптертеріңізге көшіріп жаттап алыңыздар.